Түскі астың дастархан мәзірін жасап жатқанымда, есіктің қоңырауы сылдырлады. Барып ашсам, Нәбиден аға екен. Сәлемет пе? Келін шырағымды айта салып, әдеттегідей сылдырлап сөйлей берді. Мына бір сыртқы кіре берістерің ылғи қара көлеңке болады да тұрады. Шамы жоқ па? Лептеден шығып бері бұрылғаным сол еді, алдымнан екі бірдей ит шыға келгенде шошып кеттім. 7-ші қабатта неғып жүрген иттер десем, артында бір адам келе жатыр екен. Көршілерің ау деймін деп, сыртқы киімдерін шешкенше соларды айтып үлгерді. Мен әлгінде ғана ата мен Баукеңді асқа шақырған болатым. Олар келгенде аға да есік алдынан бері өтіп еді. Атаға қос қолын ұсынып, ас салауды аузына толтыра айтып сәлемдесті. Барлығы дастархан басына жайғасты. Ас біраз ішілген соң, Нәбиден аға алдынан оқы шыққан иттерді тағы да есіне алды. Ой, прай, итті 7 қазынаның бірі десекте, итпен бірге бір үйде қалай тұрады екен? Екі бірде итті асырағанша, бір жетім баланы бағып сауабын алмайды ма? Орыс ойына келгенін істейді деушет әжелеріміз. Итті баласында еркелетіп, тұмсығынан сүйіп, бағып қағу орыстардың әдетіндей көрінетін бұрын. Қазір қаладағы қазақтар да ит жетектеуді сәнге айналдырып жатыр. Оларға айттың не, айтпадың не, өз білгендерін істейді. Атада бұл тақырыпқа ерін ауыстырғысы келмеді ме, сөзді басқа тұстан бастады. Жаңа сен 7 қазына деп қалдың. Оның не екенін өзің білесің ба деп сұрады. Білмегенде ше, жүйрік ат қыран бүркіт, құмай тазы, берен мылтық, қақпан, алмас кездік, сұлу әйел деп Нәбиден аға тоқтамай санап шықты. Сандырақ, деді ата. Бұлар бүкіл халыққа қалай қазына болады? Бұны ер жігіттің 7 қазынасы деп анықтап айту керек. Бұл ер жігіттің жеке басына, тұрмыс тіршілігіне қажетті бағалы дүниелерге байланысты айтылған. Жүйрік ат жігіттің қанаты. Ат ер қанаты дегендей, атсыз жігіттің күні қараң болған. Қыран бүркіт жігіттің алғырлығы, біріп түсер күш қуаты. Құмай тазы сенімі, досқа адал беріктісі. Берен мылтық, оты, қаһары, қақпан, серті, бір сөзді мәрттігі. Алмас кездік, сұсы, айбаны, сұлу әйел. Сұлу әйел елдің бәріне сұлу қайдан табыла берсін. Бірақ сұлу болсын болмасын, ол ер жігіттің артындағы қамалы, отының берекесі. Сұлу әйел дегенде тек бет көркі емес, оның жан тазалығы, ақыл парасатын айтқаны. Беті жылтыраған ұрғашының бәрі қазынаға жатпаса керек. Сөздің қысқасы, ер жігіттің басындағы осы 7-еуі түгел болғанда, таршылық көрмейді депті бұрынғылар. Бұлайша тарқату қазақ халқының сонау бір кездегі өмір тіршілік, тұрмыс салттық қасиетінен туындаған. Бүгінгі заман жігіттерінде бұлар қазынаға жатпайды. Әр кезеңнің өлшемі сол өмірге сай болатыны заңды. Жүйрік ат мініп, қыран бүркіт ұстап, құмай тазы ертіп, берен мылтық асынып, қақпан бөктіріп, асыл кездік байланып жүретін заман келмеске кеткен. Тарих болып қалған. Ауылды жерлерде саяхатшылықпен айналысатын бірең сараң ғана адамдар бар. Енді осы жігіттің 7 қазынасымен сабақтас, жігіттің 7 өнері дейтінде ұғым болған. Әнші, күйші, ақын, палуан, аңшы, атбегі, құсбегі, қазақ осының бәрін ер жігіттің басына місі тұтқан. Жігітке 7 өнерде аз депті. Көрдіңдер ме? Ер жігіттің атына сай болуы үшін жігіттерге қандай талап қойып, міндет жүктеген деп ата сөзін аяқтады. Бағанадан бері атаның аузына қарап отырған Нәбиден аға, Бауке, мынау айта жүретін
терең әңгіме болдау. Біз әшейін бірдеңені жаттап алып, ар жағына, түп қазығына үңілмей, білеміз деп күпінеді екенбіз. Тұлғалық, біліктілік деген осы ғой деп, әңгімеден алған әсерін жасыра алмады. Ал тыңдарман, бұл шығарылымда жігіттің 7 қазынасы туралы айтылды. Келесі шығарылымда 7 қазына туралы айтылатын болады.